түсі қандай? Қара, көк, сары, жасыл, ақ, қоңыр, қызыл. Көлемі қандай? Үлкен, кішкентай, кең, тар, биік, аласа. Түрі қандай? Әдемі, жақсы, жаман. Дәмі қандай? Ащы, тәтті, қышқыл. Қайтала. Заттың түсін, түрін, көлемін, дәмін сипаттайтын сөзді сын есім дейміз. Сұрағы қандай? Мысалы, қара тон, сары жейде, биік үй, жақсы оқушы. Сөздерді дауыстап оқы. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып белгіле. Менің сары көйлегім бар. Үстіме киетін қалың тоным бар. Мен тәтті алма жедім. Сенің бөлмең кең. Оның кітабы жұқа. Біздің мектеп биік. Қандай сұрағына жауап беретін сөздерді жаз. Гүлсімнің қызыл көйлегі бар. Басында ақ бантик. Ол әдемі оқушы. Менің айтқанымды жақсы түсіндің бе? Сұрағыма жауап берші. Дұрыс жауап кілтте тығулы. Кілтті басып жауабыңды салыстыр. Заттың көлемін білдіретін сөздерді аташы. Үлкен, кіші, аласа, биік. Әдемі, жақсы, жаман сөздеріне сұрақ қой. Қандай? Заттың түсін білдіретін сөздерді ата. Қара, ақ, қызыл, сары және тағы басқалар. Қандай сұрағына жауап беретін сөзді тап. Заттың түсін білдіретін сөзді тап. Қыста киетін киімдерді көрсет. Тиісті жалғауды жалға. Сын есімнің сұрақтарын тап. Тиісті сөзді таңда. Сұрақ қой. Биік тау. Қыста қолыңа не киесің? Тиісті жалғауды жалға. Заттың дәмін білдіретін сөзді тап.